Адал жүрек республикалық қайырымдылық акциясы өткен сенбіде Таразда жалғасын тапты. Шараның мақсаты мемлекеттік қызметкерлер арасында салауатты өмір салтын сақтау, әрі ізгілік пен адалдықты насихаттау. Қайырымдылық марафонына қатысқан құқық қорғау саласы мен мемлекеттік қызметшілер Достық алаңынан Төле би көшесінің бойымен тұңғыш президент саябағына дейін жүгірді. Игі шараға қала тұрғындары да қатысты. Жалпы акция аясында түрлі игі істер де атқарылды. Бүгінгі өткізіп атқан іс-шараның басты мақсаты бұл қала тұрғындарының арасында және мемлекеттік қызметшілердің арасында салауатты өмір салтын жүргізу, және екіншіден қайырымдылық іс-шарасы. Қайырымдылық іс-шарасы жағдайы қиын отбасыларға көмек көрсетіп, бүгін қайырымдылық іс-шарасын жүргізіп атқан осы марафон өткізіп атырмыз. Айта кету керек, спорттық шараға қатыспаған қызметкерлер науқас жандар үшін қан тапсыруға міндеттелген, ал өзге игі істерден түскен қаражаттар көмекке мұқтаж жандарға үлестіріледі. Мен осы Жамбыл облысы қылмыстық атқару жүйесі департаменті ЖД 158 мекемесінің атынан қатысып отырмын. Осы жарыс қайырымдылық қорына рахмет, осындай үлкен жарыстар ұйымдастырып жатқаны. Жастарды салауатты өмір салтына бейімдеп, рахмет бәріне. Ал жарыста 100-ден жүйрік шыққан қызметкерлер марапатқа ие болды. Қатысушылар дәл осындай спорттық әрі қайырымдылық шаралары жиі ұйымдастырылса деген ниет білдірді. Аят Асқарбекұлы, Әсел Ишанбек, Азат Байтемір, Жетішет Ньюс.